Сәлем достар, бұл видеода iPhone SE 4 туралы айтатын боламын, ал сіздер жайғасып көріңіздер. iPhone SE 4 бұрынғы нұсқаларға қарағанда әлде қайда өзгерген. Оның дизайны iPhone 14-тен және арты iPhone XR-ды қайталайды. iPhone SE 4-те процессоры енді шығатын iPhone 16-дегіндей бірдей болады, яғни A18 Bionic процессоры орнатылады. iPhone SE 4-ке келесі дизайн түстері берілген, олар көк, қызыл, жасыл, ақ, қара. Бұрынғы iPhone SE 2 және 3 қарасақ, дизайндары iPhone 8-ден алынған және батареялары аз болатын, тез отыратын. Шығатын iPhone SE 4-те экран диагоналы 6:1 және Super X-Roll болады. Одан қоса, қазір кейінгі iPhone-дардағыдай Face ID технологиясы болады. Артқы жалғыз камерасы 48 мегапиксель болады, iPhone 14-дегінде, және ол iPhone SE 4-тің керемет фишкасы болады. Кабель тығатын жері USB Type-C болады, iPhone 15-тер секілді. Бұл өте керемет жаңалық. Бұл iPhone SE 4 осы күзде немесе 2025-тің көктемінде шығуы мүмкін. Сіздер бұл телефонды күтесіздер ма? Комментке жаза кетіңіздер. Осымен видео аяқталды. Келесі видеоларда кездескенше.